Неге ынжықсың сен, а? Сені бір батыр болсын деп атыңды Бекежан қойдың ғой. Не істейміз бұқтан? Не істейміз дейді ғой. Үлкен кісілер сияқты ірі шаруалармен айналысу керек. Менің танысым бар, бой 2 метр. Немен айналысады? Баскетбол. Сан, 40 миллион. Мен өзімнің шотымнан ақша шешу үшін қанша уақыт кетеді? Сізге қандай сума шешу керек? 40 миллион. 20 миллион керек деп айт, көзіме қарап айт дед. 20 миллион керек маған. Мә саған 20 миллион. Ескірген бе ма? Сырғанайды, не құлап түседі? Опасный екен, опасный. 39 миллион, 200 мың. Базар жоқ, ема мынау дерзкий коттедж ғой мынау. 40 миллионға сатып жатырмын деген сіз ба, апа? Мен ғой бірінші келіп тұрған. Бірінші келген адамға беріп жіберетін бұл бәйге ме? Этикет бойынша алғашқы келген адаммен келісу керек. Мен 41 беріп қойдым, қарындас. 41 миллион 10 мың теңге берем онда. Базар жоқ. Апа, 10 мың бар ма қарызға? Зато сізде 42 миллион бар, апа. 44 миллион. 45, апа. 48 миллион. 50 миллион, апа. Болды сонымен, апа. Кім 50 миллионды алып келеді, мен соған үйді аударып беремін. Бұқтан, үйдің хозяйкасы Дияқский екен. Қайда хозяйка, мынау біздің конкурент. Кешіп қалған жоқпын ба? Жоқсың. Ақша келдің ба? Я, келдім. Аналар келген жоқ па? Келмеді. Ура! Менің үйімде не істеп жүрсіңдер? Қалай? Біздің үйде сен не істеп жүрсің? Ой. Менде документтер бар. Көрсет. Мұндай бізде де бар? Таза уголовка ғой. Бөлімшеге барып шешеміз. Мен сен айтайын, мына следакпен екеуміз ана кемпірді 1 жыл іздейміз. Енді? Қандай шешім? Не айтып отырсыңдар сендер? Үйді сатып, ақшасын тепе-тең бөліп алатын болдық. Өзіміз келсеміз, ар жағында арызды қайтып берсеңіз. Қазір тұратыш. Болды. Рахмет, барыңдаршы. Үйді арестке қойдым. Ешкім ешқандай сата алмайды. Бар. Не үшін? Ақыры үй 50-50 ма? Онда бәрі де 50-50 болады. Енді сендер мен жаққа кірмейсіңдер, ал мен сендер жаққа кірмеймін. Не істесеңдер де өз жақтарында істеңдер.